Ахмет Қуанұлы Жұбанов 1960 жылы 29 сәуірде Ақтөбе облысы Темір ауданында Ақжар деген жерде дүниеге келген. Ахметтің әкесі Қуан балаларын оқытуды армандайды. Осы ниетпен Темір уезіне берілген 2 мектептің бірін өз ауылында ашты. 1911 жылы Темір уезінде 2 орыс мектебі ашылды. Сол жылы оқу бітірген Құсайын есімді мұғалім уезге келеді. Ол Ахмет Жұбановтың үйінде жатады. Құсайын домбыра мен скрипка, мандолин тартады. Аздап нотадан да хабары болған. Осы аспаптың қайсысында ойнаса да, Ахмет Жұбанов жанынан табылған. 5 жастан асқан Ахмет сол аспаптың бәрінде ойнап кетеді. Дирижер өз естеліктерінде мектептегі ұстазының музыкаға деген ұмтылысын арттырғанын айтады. Ахметтің әкесі Қуан 1914 жылы қайтыс болады. Содан кейін 13 жасар Ахмет оқудан қол үзуге мәжбүр болады. Келесі жылы әкеден қалған аз ғана мал жұтап, үй ішінің бар ауыртпалығы баланың басына түседі. 1932 жылы оқуды бітіріп аспирантураға түседі. Ахмет Жұбанов 1933 жылы Алматы музыкалық драма училищесіне ұстаздық қызметке келеді. Осы кезден бастап өмірінің соңғы күндеріне дейін ол қазақтың музыкалық мәдениеті жолында қызмет етеді. 1936 жылы композиторның «Музыка әліппесі» атты тырнақалды кітапшасы жарық көрді. 1945-1951 жылдары Алматы консерваториясының ректоры, 1954-1961 жылдары осы консерваториядағы өзі ашқан халық аспаптар кафедрасының меңгерушісі болып, қазақ халық музыкасының тарихынан дирижерлік өнер мен аспаптану пәнінен сабақ береді. Ол тумысынан ерекше туындыгер, ерекше композитор, оның барлық музыкасы өміршең болып табылады. Ахмет Жұбанов, дирижер. Пультте тұр, ойы шалқын, даңқылауға. Жайы жоқ, күйдің қазір аңқымауға. Шашшатыр шалқасынан батып шығып, басына кеткен біліп толқынып. Саусағы шыққан кезде биік қалқып, күйінді бір-бірнеге түйіп сарқып. Дүниенің тарқатқандай барлық жібін тұрғандай екі қолға жиып тартып. Жөнелер әдеміндер күліп тұрып, таяқша жібергенде тіліп тұрып. Дирижер өбектейді пәре-пәре, әлденені ердей бір құтыр, әлденені түтерді. Сотқар күй кеткен кезде шекен тұрып, жатқан шаш бірте-бірте көтеріп. Пультте тұрап, аханың дәл осылай барлығы Құдай құсып жеке. Ахмет Жұбанов ойлайсың жалғыз қалдың өсірге, тур сыртында тұрады орман қалғы, алмайды өзен қалғанда. Кетесің өз-өзіңнен ниеттіңдіні, басқан аяқ жерде тепкен болып. Тегерінің темір боп құлшынасың, келеке бір жақсылық болып. Әлсіздіктің өзінен күш аттағы, ештеңені келеді саттағың, кей досыңнан безгін кеп іліп тауып, кей жалын келеді шаттағың. Бал ұйыған секілді таңдайына, ойлайсың ел жайында, ән жайында, көк желкеңнің ұрардай бар жұдырық, бал алақан сипардай маңдайыңда. Тұрмайсың тірі жанға кезек беріп, жырлайсың өтірікпен
өжеттеніп. Әйтеуір әр сәрі емес барлығына қарайсың ғашық болып не жек көріп. Төгіліп жөнелгенде осы бір күй, аңсайсың ән мен күйді сүреді. Ту сыртыңда қалады орман ұйықтап, өзен алдында естілген. Ахмет Жұбан әңгіме. Кейбірде скрипканы күйіптілер, анау ақ көңілді сүйікті деп. Үзіліп кетіпті шек, аңыз айтады ақынның бір көзіне тиіпті деп. Бір басқа, бір қосылған жаратқапты, тағдыры әр айттап, әр ақтапты. Бас жалғыз, жүрек жалғыз, көзі жалғыз, күйдегі Құнанбайға ел қарап қапты. Жүріп ап, 30 жасар адамдай тік, қосыпты күйсандыққа бабамды айтып. Көп құлақ, көп ауызға сене қалсаң алмапты, ол скрипканы содан қайтып. Солай ма, басқа мәлде біліпті кім өлшепті аңыздың биіктігін, шығарады әйтеуір әр талаңыз, бақтарда жұрт өзінің сүйікті